Жасыл ел, жасыл балабақша тақырыбында номері 13 бөбекжай бақшасы ата-аналарының бірлесіп тал егуі іс-шарасы табиғатқа қамқорлық таныту, экологиялық тәрбие беру мақсатында өте маңызды бастама. Мұндай іс-шаралар балаларды табиғатты қорғауға, өсімдіктер мен қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауға үйретеді. Бұл акцияға ата-аналар мен балабақша қызметкерлері бірлесе қатысып, балабақша аумағында түрлі ағаштар мен бұталарды отырғызу жұмыстарын жүргізеді. Тал егу барысында балалар мен олардың ата-аналары қоршаған ортаны жақсарту мен көгалдандырудың маңыздылығын түсініп, экологиялық білім алады. Сонымен қатар, мұндай шаралар қоғамдастықты біріктіріп, балалардың табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттырады. Келешекте бұл ағаштар мен өсімдіктер балабақша аумағында өсіп, баланың жан-жақты дамуына ықпал ететін жасыл алаңға айналады. Бұдан бөлек, ата-аналар мен тәрбиешілердің бірлесе ұйымдастырған әрекеттері балабақшаға қосымша эстетикалық көрік береді. Сондай-ақ балаларға осы шаралардың маңыздылығын түсіндіре отырып, экология мәселелері жөнінде терең білім беруге мүмкіндік туғызады. Номері 12 топ балаларының қияр отырғызуы балалардың өсімдіктер әлемі туралы түсініктерін кеңейту, табиғатқа деген қызығушылығын арттыру және еңбекке баулу арқылы экологиялық тәрбие беру. Қияр отырғызу арқылы балаларды тірі табиғатты күтіп баптауға, шыдамдылық пен жауапкершілік. Табиғат аясын бақылау балалардың табиғаттағы құбылыстар мен тіршілік иелеріне қызығушылығын ояту, бақылау арқылы қоршаған орта туралы түсініктерін кеңейту, табиғатты байқау, зерттеу дағдыларын дамыту және экологиялық тәрбие беру. Балабақшадағы шағын жылыжайлар. Балабақшада шағын жылыжайларды қолдану балалардың табиғатқа деген қызығушылығын арттырып, экологиялық тәрбие берудің тиімді жолы. Бұл тәрбиеленушілерге өсімдіктердің қалай өсетінін, оларға қалай күтім жасау керектігін үйрететін тамаша құрал. Мақсаты: бір, балалардың табиғатқа деген сүйіспеншілігін қалыптастыру. Шағын жылыжай арқылы балалар өсімдіктердің өсу процесін өз көздерімен көріп, табиғатты аялауды үйренеді. Тәжірибе жасау мүмкіндігін беру. Балалар тұқым егіп, оны суарып, күтім жасап, нәтижесін бақылай алады. Бұл олардың ұсақ моторикасын, жауапкершілігін және зейінін дамытады. Оқу танымдық қабілетін арттыру. Өсімдіктердің түрлерімен, олардың өсу кезеңдерімен таныса отырып, балалар ғылым мен өмір арасындағы байланысты түсінеді. Қоршаған ортамен байланыс орнату. Жылыжай табиғатпен тығыз байланыс орнатуға, экологиялық сананы қалыптастыруға көмектеседі. Шағын жылыжай бұл тек өсімдіктер өсетін орын ғана емес, сонымен қатар баланың ой-өрісін дамытатын, еңбекке баулитын, табиғатпен үндестікте өмір сүруге тәрбиелейтін маңызды құрал.